Ал Ниязова Данагүл Аралбаевна, қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі. Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі біздің өтетін жаңа сабағымыздың тақырыбы Ерлан Жүністің «Менің атым тәуелсіздік» өлеңі. Осы сабаққа берілген оқу мақсаты әдеби шығармада көтерілген әлеуметтік қоғамдық мәселені идеясы арқылы түсіндіру. Балалар, өтілген тақырыпты үй тапсырмасын пысықтау үшін 10 сұрақ әдісін қолданамыз. Бірінші сұрақ: Ерлан Жүніс кім? Оның қандай шығармалары бар? Тәуелсіздік дегенді қалай түсінесіңдер? Ақын өлеңі қандай оқиға желісі бойынша жазылған? Тәуелсіз Қазақстанның бүгінгі күні қандай? Алып қорғанның құлағанын көрдім, алып тұлғалар жылағанын көрдім, алып таулардың шайқалғанын көрдім деген жолдар арқылы ақын қандай оқиғаны меңзеп тұр? 1986 жылы болған көтерілісті айтып беріңдер. Өлеңнің «Менің атым тәуелсіздік» деп аталуының себебін түсіндіріңдер. Шығармадағы басты ой, негізгі пікір қандай? Өлең сіздерге ұнады ма? Неліктен? Ендеше балалар, бүгінгі сабаққа берілген оқу мақсатына жету үшін біздер топтық жұмысын орындаймыз. Бірінші топ тәуелсіздік, ал екінші топ Қазақстан тобы деп аталады. Бірінші топқа берілген тапсырма Эйлер шеңбері әдісі. Оқушылар Эйлер шеңбері әдісінде бірінші шеңбердегі не, екінші шеңбердегі қалай, үшінші шеңбердегі неліктен, төртінші нәтиже. Осы шеңбердегі берілген сұрақтарға жауап бере отырып, балалар топтық жұмысты орындайтын болады. Ал екінші топ Қазақстан тобына дейін, кейін кестесі берілген. Бұл жерде оқушылар дейін, кейін кестесін орындау арқылы тапсырманың мазмұнын ашады. Бірінші кестенің бірінші бөлігінде тәуелсіздік алғанға дейінгі Қазақстан, кестенің екінші бөлігінде тәуелсіздік алғаннан кейінгі Қазақстан. Осы тапсырманы орындайтын болады. Осы тапсырмаға берілген дескриптор шығармада көтерілген мәселені анықтайды, қазіргі өмірмен байланыстырады. Қалыптастырушы бағалау: бір ұсыныс, бір тілек әдісі. Балалар, топтық жұмысты орындап болсақ, енді жұптық жұмысты орындайтын кез келді. Ол үшін қос жазба күнделік әдісін қолданатын боламыз. Осы өлеңнен өздеріңізге ұнаған маңызды эпизодты немесе үзіндіні кестенің алғашқы бөлігіне жазатын боласыздар. Ал кестенің келесі бөлігіне сол маңызды эпизодты қандай мақсатпен таңдап алғандарыңыз жөнінде түсініктеме беріп өтесіздер. Осы тапсырмаға сай негізделген дескриптор шығармадан үзінді келтіреді, көтерілген мәселені өз ойымен еркін жеткізеді. Қалыптастырушы бағалау: мадақ сэндвичі әдісі. Келесі тапсырма жеке жұмыс. Үшбу хат әдісі арқылы шығармадан алған әсеріңді сипаттап достарыңа хат жазыңдар. Осы тапсырмаға сай дескриптор шығармадан алған әсермен бөліседі, құрылымын сақтап хат жазады. Қалыптастырушы бағалау: жапондық бағалау әдісі. Құрметті оқушылар, міне сабақтың да соңына келіп жеттік. Бүгінгі алған білімімізге кері байланыс беріп өтейік. Ендеше пікірлер әдісін қолданайық. Бірінші, жағымды пікір. Бүгінгі сабақта сізге не ұнады? Екінші, сындарлы сын. Не нәрсені жақсарту керек деп ойлайсыңдар? Үшінші, келешекке арналған пікір. Маған ұнады, бірақ